Сәлем достар. Кәне, диктант жазуға дайынбыз ба? Олай болса, кеттік. Алдарыңызда тұрған К әріпі. К дауыссыз дыбыс. Бұл К әріпінің жазба түрі. Ал енді балалар, дәптерімізді ашып, жаңа жолдан белгілеп, диктант жазуды бастаймыз. Кеше, кеше, кеше. Кешен, кешен, кешен. Кеме, кеме, кеме. Кеме, кеме, кеме. Кесе, кесе, кесе. Кесе, кесе, кесе. Керек, керек, керек. Керек, керек, керек. Кезек, кезек, кезек.
كيزك 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 يسك 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 يسكك 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 كيرك 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 شيلك 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 شيلك
Керу. 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 Керуен. 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 Кесте. 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 Текемет. 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 Керемет. 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 Балалар, суретті диктантты жазып болсақ, келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырмада сіздерге 3 сөз беріледі. Сол сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Дыбыстық талдауды қалай жасаймыз? Алдымен сөзді жазамыз, оқимыз. Содан соң
сөзді буынға бөліп жазамыз. Одан кейін астыңғы жаңа жолға сол сөзде неше әріп бар екенін жазамыз. Үтір қоямыз да неше дыбыс бар екенін жазамыз. Үтір қоямыз, одан кейін неше буынға бөлінгенін жазамыз. Үтір қойып, неше дауысты дыбыс бар екенін жазамыз. Одан кейін үтір қоямыз да неше дауыссыз дыбыс бар екенін жазамыз. Оның бәрін жазып болған соң, әр жаңа жолға сол сөздегі кездескен әріптерді жазамыз. Әріптерді жазып болғаннан кейін, ол дыбыстардың қандай дыбыс екенін жазатын боламыз. Ал енді балалар, алдымызда тұрған сөзді оқимыз және дәптерге жазамыз. Одан соң осы сөзді буынға бөлеміз. Неше әріп, неше дыбыс, неше буын, неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс бар екенін жазамыз. Одан соң әр дыбысқа сипаттама береміз. Егерде үлгермей жатқан жағдайда болса, үзіліске қойып қоямыз. Ал енді балалар, алдымызда тұрған сөзді оқимыз және дәптерге жазамыз. Одан соң осы сөзді буынға бөлеміз. Неше әріп, неше дыбыс, неше буын, неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс бар екенін жазамыз. Одан соң әр дыбысқа сипаттама береміз. Егерде үлгермей жатқан жағдайда болса, үзіліске қойып қоямыз. Ал енді балалар, алдымызда тұрған сөзді оқимыз және дәптерге жазамыз. Одан соң осы сөзді буынға бөлеміз. Неше әріп, неше дыбыс, неше буын, неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс бар екенін жазамыз. Одан соң әр дыбысқа сипаттама береміз. Егерде үлгермей жатқан жағдайда болса, үзіліске қойып қоямыз. Ал енді балалар, алдымызда тұрған сөзді оқимыз және дәптерге жазамыз. Одан соң осы сөзді буынға бөлеміз. Неше әріп, неше дыбыс, неше буын, неше дауысты дыбыс, неше дауыссыз дыбыс бар екенін жазамыз. Одан соң әр дыбысқа сипаттама береміз. Егерде
үлгермей жатқан жағдайда бұл риске қойып қоямыз.